Құрметті достар, өздеріңізге кезекті видеода как платить налоги при покупке продаже криптовалюты в Казахстане дейді. Көрдіңіздер ма? Қазақстанда уже криптовалютаны сатып алу, сату, оның барлығы жаңағы мемлекеттік табысқа жатады уже. Уже заң шығарылды, жаңағы налогты сатып алған кезде сатқандағы арасындағы пайдасына төлейтін барлығын уже мемлекеттің заң аясында күшіне ендірді. Мына ақпаратты қазір өзім тауып алдым да, жаңа видеоларын тыңдаған, бүгін прям сондай запись шығып тұр. Енді в соответствии со статьей 331-332 налогового кодекса дейді. Налоговый кодекстің 331-332 статьясына байланысты табыс от продажи цифровых активов, доходы от продажи цифровых активов физическими лицами относятся к имущественному доходу дейді. Имущество деген мүлік салығы ғой, мына мүлік салығы. Мысалы, үйіңізде мүлік болса салық төлейсіз ғой. Сол сияқты цифрлы актив бұл да мүлікке жатады. Яғни бұдан түскен табысты сіз міндетті түрде жаңағы кәсіпкер болмасаңыз да төлейтін боласыз. Яғни при реализации цифровых активов возникает доход от прироста стоимости дейді. Ана цифрлы активтің құны өскен есебінен доходом от прироста стоимости при реализации цифровых активов является положительная разница. Егер плюста болсаңыз, яғни табыс түссе, сіз міндетті түрде жаңағы алған сума мен сатқан суманың арасындағы тапқан пайдаңызды, мысалы, сіз $100 сатып алдыңыз, $500 саттыңыз, арадағы $400 уже 10% сіз жаңағы бюджетке төлейтін боласыз. Яғни индивидуальный подоходный налог есебінде 10% түсіп отыратын болады. Міне уже криптоактив, цифрлы актив, лохотронный пирамида дегендерге жауап. Яғни бұл мүлік ретінде қабылданды. Сосын такие доходы указывается налоговой декларации физического лица. По итогам года сдается декларация по индивидуальному подоходному налогу по форме 240 дейді. Яғни сіз жаңағы бұлай табыс табатын болсаңыз, 240 форма бойынша жаңағы декларация тапсыратын боласыз. Ендігі жылы тапсырылады. Енді егер сіз физлицо болатын болсаңыз, всеобщее декларированиеда декларация о доходе к имуществу форма 270 дейді. Яғни бірінші кезде 240 форма тапсырады екенсіз. Өткенде ақпаратты айтқан кезде естіп қалғанмын. Одан кейін жылына 270 формада декларацияда сіз өзіңіздің цифрлы активтен түскен табысыңызды көрсетіп отырасыз. Между тем, согласно статьи пункта 3 статьи 35 предпринимательского кодекса, физическое лицо, не используется труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении имущественного дохода. Соответственно, при получении таких доходов регистрация в качестве предпринимателя не обязательно дейді. Яғни сіз криптовалютадан табыс тапқан кезіңізде сіз жаңағы предприниматель болып, кәсіпкер болып тіркелуге міндетті емессіз. Сіз жаңағы басқа адамдар сіздің қолыңызда жұмыс жасамағандықтан, сіз өзіңіз как жеке тұлға ретінде өзіңіздің жаңағы подоходный налогыңызды, табыс салығыңызды төлей бересіз деп тұр. Көрдіңіздер ма, құрметті замандастар, қадірлі отандастар? Криптовалюта цифрлы активке жатады. Цифрлы активті уже табыс тапқан адамдар уже өздерінің декларациясында жаңағы ендіретін болады, көрсететін болады. Яғни біздің өмірімізге криптоактив толыққанды кіріп кетті деген сөз бұл. Сондықтан араларыңызда осылай өздеріңізге үйрену, осы бағытты актив ретінде жинақтау жоспарыңызда жүрсе, міндетті түрде байланыс аясына шығыңыздар. Құбылмалы нарықтың құбылмалылығынан табыс табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Міндетті түрде байланыс аясына шығып, бірге өздеріңізбен бірге жұмыс жасаймыз.